Армысыздар студенттер, мен Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Ақтау көлік колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Марқабаева Ғазиза Аманжолқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құжат, оның түрлері және қызметі. Жалпы іс-қағаздар адам өміріндегі атқаратын қызметі өте зор. Іс-қағаздардың саяси, тарихи, құқықтық, әлеуметтік мәні күшті. Кез келген салада іс-қағаздар ақпарат жеткізуші құрал болып табылады. Сол себептен менің негізгі мақсатым біріншіден мемлекеттік тілде іс-қағаздарды сауатты жазып, оның түрлерін білуге үйрету. Екіншіден, құжаттарды толтырудың жалпы ережесін, оларға қойылатын талаптарды безендірумен жете меңгерту. Үшіншіден, іс-қағаздар стилінің өзіндік ерекшеліктерімен таныстыру. Құжат латын тілінен аударғанда куәлік, дәлелдеу тәсілі деген мағына береді. Бүгінгі қолданыста оның негізгі үш мағынасы бар. Бірінші, қандай да бір фактіні не бір нәрсеге деген құқықты растайтын іс-қағазы, мысалы жол жүруге деген. Екінші, жеке басты ресми түрде куәландыратын құжат. Ол төлқұжаты. Үшінші, бір нәрсе туралы жазбаша куәлік, мысалы ескі грамоталар. Құжаттарды топтастырудың 5 тәсілі бар. Бірінші, белгілеу тәсіліне қарай. Жазба, графикалық, акустикалық. Екінші, мазмұнына қарай ұйымдық өкілеттік, қаржы есеп, жабдықтау өткізу. Үшінші, атауына қарай ережелер, бұйрықтар, хаттамалар, жарғылар, арыздар, хаттар. Төртінші түріне қарай типтік, үлгілік, жекелік, қалыпты, жалпыға бірдей. Бесінші, толтыру орнына қарай ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Құжаттарды топтастыруда орындалу мерзімі бойынша жедел және жедел емес құжаттар. Шығу тегіне қарай қызметтік және ресми жекелік құжаттар. Жариялық дәрежесіне қарай қарапайым, күнделікті қызметте қолдану үшін және құпия құжаттар. Заңдылық күшіне қарай шын және жалған құжаттар. Сақталу мерзіміне қарай 10 жылдан жоғары тұрақты мерзімге және 10 жылға дейін уақытша сақталатын құжаттар. Құжаттың жеке құрамды бөлігі деректеме деп аталады. Құжаттардың міндетті деректемелері мыналар: ұйымның атауы, ұйымның коды, құжаттың атауы, тақырыбы, құжаттың түрі, коды, құжатты толтыру мерзімі, индексі, мәтіні, бұрыштамасы, қойылған қолы, құжаттың орындалғаны және іске тіркелгендігі туралы белгі. Формуляр үлгі құжаттың бірыңғай пішімге түскен моделі. Формулярда түрлі деректемелердің тұрақтыларының да, өзгеріп тұратындарының да орналасу аумағы анық көрсетіледі. Тізбелердің құжат парағындағы бірізділігі және ұзындығы белгіленеді. Тұрақты деректемеде баспаханалық жолмен дайындалған бірыңғай формаға немесе фирмалық бланкі деп аталатын қағазға түсіріледі. Ауыспалы деректеме құжатты құру кезінде түсіріледі. Құжат мәтіні. Мәтін құжаттың негізгі деректемесі. Олар негізгі екі бөлікке бөлінеді. Біріншісінде құжатты толтыруға негіз болған жай көрсетіледі. Нұсқаулар немесе өтініш тілектер жазылады. Тіпті мәтін бір ғана тіркестен тұрғанда
оның бірінші бөлігінде құжатты жасаудың себебі немесе негіздемесі айтылып, екіншісінде шешім нұсқау өтініш хабарланады. Мәтін азат жолдарға бөлінеді, тақырыпшалар қойылады. Бұл әсіресе ақпараттық құжаттарда қажет. Құжат түрі мен грамматикалық жағынан сәйкестендіріліп құрылған мәтіннің тақырыбы құжаттың қысқаша мазмұнын көрсетеді. Құжаттарды әзірлеудің 3 кезеңі бар. Бірінші кезеңі мұндай үлгідегі мәселелерді шешудің тәртібін айқындайтын нормативтік әдістемелік құжаттардың заңдық базаларын зерттеу екені мәлім. Құжаттарды әзірлеудің бұл кезеңі заңдық базалардың күрделілігіне, оңай қол жеткізбейтініне және заң шығару материалдарын іздеу жұмыстары бойынша көп еңбектенуді қажет ететін жұмыстарды жүргізу қажеттігіне байланысты жиі назардан қалып отырады. Қазіргі уақытта жан-жақты заң шығару және нормативтік әдістемелік құжаттарды қамтитын көптеген заң және құқықтық деректер банктерінің бар болуы құжаттардың әзірлену сапасын айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Екінші кезеңі осы мәселе бойынша мұның алдыңғы құжаттарды, осыған ұқсас мәселелер бойынша құжаттар мен шешімдерді зерттеу болып табылады. Құжаттарды іріктеу мәселесі көп жағдайда әзірленіп жатқан құжаттың дұрыстығын, қарама-қайшы еместігін және толыққандылығын айқындайды. Тек тіркеудің компьютерлендірілген жүйесі ғана құжаттармен автоматтандырылған іздеу арасында байланыс орнату арқылы тапсырылған мәселе бойынша барлық қажетті құжаттарды іс жүзінде табуға, ал құжаттардың мәтіндерін толық сақтау жүйесі кезінде барлық қажетті ақпараттарды экранға бірден шығаруға мүмкіндік береді. Құжаттарды әзірлеудің 3-ші кезеңі нақтылы жағдаяттар бойынша деректер жинау болып табылады. Бұл кезеңде деректердің алынған базалармен қатар ұйымда, мекемеде және фирмада әзірленген деректер базалары пайдаланылуы мүмкін. Осылайша компьютер ең күрделі деген құжаттардың өзін сауатты рәсімдеуге және оны әсем безендіруге мүмкіндік береді. Құжатты дайындаушы туралы мәлімет. Қызметтік хаттың бұл бөлігі құжатты дайындаушының кім екендігін міндетті түрде көрсету қажет болған жағдайда ғана толтырылады. Құжатты дайындаушы туралы мәлімет қосымшалар туралы мәліметтен кейін көрсетіледі. Егер қосымшалар болмаса, құжатқа қол қоюшы туралы мәліметтер кейін жазылады. Құжатты дайындаушы туралы мәлімет парақтың сол жағынан кіші әріппен жазылады. Бұл мәліметке бірінші орындаушы немесе құжатты дайындаушы деген сөз жазылады. Екінші құжатты дайындаушының аты жөні. Үшінші жұмыс телефоны. Төртінші құжат дайындалған күні көрсетіледі. Көрсетілген мысал бойынша жазылады. Бұрыштама келіп түскен іс қағаздарының бұрышына жазатын мекеме басшысының қысқаша нұсқауы. Бұрыштама жазу түскен құжат мазмұнымен сіздің танысқандығыңыздың ғана емес, сонымен қатар ол бойынша шешім қабылдағаныңыздың, нұсқау бергендігіңіздің белгісі. Сіздің күнделікті танысып, нұсқау беретін құжаттардың сан түрлілігіне қарай жазылатын бұрыштама түрі де соншалықты көп болуы мүмкін. Ең бастысы бұрыштама қысқа жазылуы керек. Онда нұсқауды орындауы тиіс адам мен орындалу мерзімі анық көрсетілуі керек. Не істеу керектігін де
нақты көрсетілуі тиіс. Бұрыштама. Құжаттың бірінші бетінің жоғарғы жағына таныстым, келісемін, қарсы емеспін, мәселе қаралады, бекітемін, бекітілсін, қабылданбайды деген сөздермен жазылады. Осымен сабағымыз аяқталды. Студенттер, үйге тапсырма. Іс қағаздары дегеніміз не? Іс қағаздарын ұйымдастырудың түрлері қандай? Іс қағаздарының түрлерін атаңыз деген сұраққа дайындалып келеміз. Сау болыңыздар.